Екінші жағына? Так, қай жеріне қоямын балалар? Мында 10 килограммды мен 2 метрге. Так, қай жерге қоямын? 1,25 дейді. Ал көрейік, теңесе ме екен? Теңесті ма? Так, 1,5 дейді. Так, болмай. Так, дұрыс айтасыздар. 1,5 пен 1,25-тің ортасына қоямыз. Дұрыс айтасыздар. Так, енді қарайық. Осылай қойсам теңеспейді, е? Онда 5 килограммды мен қайда қоям? Так, 0,15-ге 0,15-ге қойып көрейін ал. Вот, теңесті. Кім айтты жаңа 0,15 деп? Алмас айтты, е? Молодцы, молодцы, тамаша. Так, міне, келесі адамдарды қоюға болады, е? Так, келесі. Так, алып тастайық. Е? Так, мына жерде, кәне, салмағы бойынша қойып көрейік, е? Да. Әкесі дейік. Әкесі отырып алды. Так, баласын қояйық. Енді әкесін қай араға қоямыз? Баласымен теңесу үшін. 1,5-ке қосып көріңізші. 1,5-ке. Так, міне 0,15-ке дейді. Так, өте жақсы. Так, жақсы, тамаша балалар. Түсіндік, е? Қалай істеу керек екенін. Енді сіздерге мен қазір уже уақытымыз бітейін деп қапты. Так, жақсы. Келесіде мынандай ойын ойнайсыздар. Иә, ол ойын, иә. Ойында сызғыш қойып аласың ба, маркермен істейсің ба, өзің білесің. Бұл жер 4 деңгейден тұрады. Сол деңгейі бойынша орындап, маған скрин жасап жібересіздер.